Бізде келесі капреза со свеклой. Бізге ол үшін керек свекла, помидор, брынза и руккола. Алдымен свекламызды пісіріп аламыз. Ең бірінші свекламызды ашып аламыз. Свекламызды ашып болдық. Енді осыны микроволновкаға пісіріп аламыз. Кішкене су құямыз. Қыздар, міне менің свеклам пісті. Мен микроволновкаға ең қаттысына қойдым. 9 минутта пісіп шықты. Қыздар, соус дайындаймыз. Бізге алдымен бал керек, міне. Осыны үлкен қасықпен. Осыны микроволновкада ертіп аламыз. Бальзамический крем қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне қыздар, соусымыз дайын болды. Қыздар, міне брынзамызды осылай жұқалағып тураймыз. Примерно осындай. Тура солай домалақтап свекламызды да тураймыз. Осылай. Қыздар, енді жинаймыз. Алдымен помидорымыз, үстіне свекла. Одан кейін міне брынзамызды қоямыз. Помидор, свекла, брынза, помидор, свекла. Осылайнан қатарынан қойып шығамыз. Қыздар, міне жинап болдық. Менде 4 шықты. Енді үстіне кедровые орехи қосу керекпіз. Бірақ менде болмағаннан кейін мен не қосып жатырмын? Арахис. Сіздер тапсаңыздар, кедровые орешки қосыңыздар. Енді үстіне соусымызды құйып шығамыз. Осылайнан. Үстіне рукколамызды қоямыз. Салатымыз дайын. Ас болсын.